Мен кішкентай кезімде бәрін оңай қабылдайтынмын. Балалық қой, әр нәрсеге сенгіш, әрбір жылы сөзге елгезек болатынмын. Үйде нағашы әпкемді анам деп ойлап жүрдім. Ол мені құшағына алып тамақ беріп, мектепке киіндіретін. Мен үшін ол анадан артық жан еді. Бірақ жүрегімде бір белгісіз салқындық тұратын. Басқа балалардай құлыным, жаным деген сөздерді ести бермейтінмін. Еркелеп мойын насылсам, ол асығыс қолын сілкіп, жүр тамағыңды іш дей салатын. Бала көңіл көп нәрсені түсінбейді ғой, бірақ жүрек бәрін сезеді екен. Уақыт өте келе шындықты білдім. Ол кісі менің туған анам емес екен. Туған анам мені дүниеге әкелгенде бауырына да баспай, әпкесіне бере салған екен. Мен жаспын, бай еркекке тиемін, баламен байланғым келмейді депті. Ал нағашы әпкем болса, 10 жыл бойы бала көтермей, бала берші, бұл маған Алланың сынағы шығар деп жылап жүріпті. Сөйтіп, мені асырап алған көрінеді. Жетімнің басын сипасаң, жаратқан бала береді дейді ғой, рас екен. Көп ұзамай нағашы әпкем ұлды болды. Сол күннен бастап менің орным өзгере бастады. Мен бөтеннің баласына айналдым. Бір кезде мен үшін ас үйде ыстық тамақ қайнап тұратын болса, енді тек қалдықпен де жей бер дейтін болды. Бір кезде үстімнен қымбат көйлек іздесе, енді інімнің ескі киімдерін кигізе салатын болды. Бірақ мені ең ауыр күйреткен нәрсе мейірімнің жоғалу еді. Мен әпкемнің көзінде артық адам болдым. Ал кішкентай бауырым дүниеге келгенде бәрі соған арналды. Әпкем оның күлкісіне шаттанып, оның былдырлаған сөзіне қуанып отырғанда, мен бір бұрышта үнсіз ғана ойнап отыратынмын. Кейде мені тіпті байқамайды алатын. Үйде күндіз бәрі қалыпты сияқты көрінетін. Әпкем балапанын ойнатып, күйбең тіршілікпен әлек болатын. Көрші қолаңға бізді бақытты отбасы етіп көрсететін. Бірақ сол үйдің қабырғасында ешкім айтылмайтын түнгі құпия бар еді. Менің бөлмем кішкентай, есігі ескі, сықырлап әр дыбысы шығаратын. Әпкем баласын құшағына қысып ұйықтап жататын. Сәтте мен қорқынышты еститінмін. Үйдің ішінде ауыр аяқ дыбысы баяу басылып келе жататын. Сол дыбыстан аяқ жүрегім дүрсілдеп қоя беретін. Бұл нағашы көкем еді. Алғаш рет ол бөлмеме кіргенде мен не болып жатқанын түсінгенде жоқпын. Тек қолының ауырлығын, денемді itергенін сездім. Сен маған ләззат сыйлауыңа тиіссің дейтін. Кетіңізші, қойыңызшы деп шырылдаған даусымды ешкім естімеді. Әпкем ұйықтап жатқан. Ал ол менің көз жасымды дірілдімді елемеді. Сол түннен кейін мен бала болып күлуім азайды. Күндіз күлімсіргенмен түнде бөлмеме қарай беттеген әрбір көлеңкеден шошитын болдым. Ол келген сайын жүрегімнен бір бөлшек үзіліп кеткендей болды. Ернімді қысып жаным шыққанша жылап жатсам да ешкім құтқарған жоқ. Көкемнің ыстық демі желкемді шарпып, ауралы қаны кеудемді езген сайын өзімді түнгі тұңғыр қараңғылыққа көмілген тұтқындай сезінетінмін. Әпкем жақын бөлмеде жатқанымен ештеңе білмейтін. Ал менің ішкі жан айқайым іштей тұншығып қала беретін. Кейде таңертең айнаға қарап өзімді танымай алатынмын. Көзімнің астында көгала көлеңке, жанарымда қорқыныш пен жек көру қатар тұратын. Бірақ бала жүрек бәрібір жылулықты аңсайтын. Әпкем құшағын алса, бәрі ұмытылардай көрінетін. Бірақ ол тек ұлын ғана бауырына басатын. Жасым 16-ға келгенде менің тағдырым тағы бір бұрылыс жасады. Әпкемнің көзінде бұрыннан да жылу қалмаған. Бірақ сол жылы ол тіпті мені бөтен адамдай көруге көшті. Сен бізге арамтамақсың, сенің ешқандай пайдаң жоқ деген күнді еститін болдым. Бір күні ол мені қасына шақырып алып, енді сені бағып отыратын күшім жоқ, сен өз күніңді өзің көруің керек деді. Оның даусында мейірімнің сәл елесі де болмады. Солайша мені бір ауқатты адамның үйіне жалшы қылып қалдырып кетті. Әпкем мені қалдырған күні артына бір-ақ рет қарады.
Ол көз қарастың өзінде, көзінде аяушылық емес, жеңілдік бар еді. Мен бөтен үйдің табалдырығын аттадым. Ол үйдің есігінен кіргеннен бастап, тағдырым құлдыққа байланғандай болды. Таңнан кешке дейін тынбай жұмыс істедім. Қазан көтеріп, кір жуып, еден сүртіп, малға жем шөп тасып, бәріне үлгеруге тырыстым. Бірақ қанша еңбектенсем де күң деген аттан құтыла алмадым. Әсіресе қожайынның әйелінің көз қарасы ауыр еді. Ол маған үнемі ашулы, үнемі бір кінәрат тапқысы келіп тұратын. Сенің бар болғаның бізге сор дегендей сезінетін. Күндердің күнінде қожайынның өзі маған жақындай бастады. Жаспын, сұлумын. Алғашында ол маған жылы сөздер айтып, ауыр жұмысымды жеңілдеткендей болды. Бірақ уақыт өте келе оның назары мүлде басқаға ауа бастады. Оның көз қарасы менің жанымды емес, тәнімді іздеді. Мен қарсы болдым, бірақ тағдыр тағы да қайталанды. Менің айқайымды ешкім естімеді, көз жасымды ешкім сүртпеді. Көп ұзамай мен балалы болдым. Ол үйдің қожайыны өз әйеліне бала сыйлай алмай жүрген екен, ал мен оған ұл туып бердім. Сол күндері жүрегім алғаш рет ана деген сезімді бастан кешірді. Баламды құшағыма алып, оның кішкентай алақаны саусағымды қысып жатқанда, өмірімдегі барлық қасірет ұмытылғандай болды. Әлемде тек екеуміз бардай еді. Бірақ қуанышым ұзаққа созылмады. Қожайынның әйелі бәрін біліп қойып, ашудан өртеніп, мені шашымнан сүйреп, жерге тығып ұрды. Сен менің орнымды тартып алдың, менің әйелдік бақытымды ұрладың деп айқайлады. Сөйтіп, бұл сенің емес, менің балам деді ол. Сол сәтте жүрегім сынып түсті. Мен баламнан айырылдым. Үйден қаңғыртып қуып жіберді. Қолымда ештеңе жоқ, жүгім де жоқ, жалғыз қалдым. Жолға шықтым. Қайда барарымды білмедім. Қараңғы көшелерде жүріп, аялдамада тоқтап, түннің ішінде жападан жалғыз жылап отырдым. Аялдамаға бір жігіт келіп отырды. Жанымда ешқандай паңдық жоқ. Қарапайым киінген, жүзі жылы. Көз қарасы өзгеше еді. Менің жанымды көруге тырысқандай, жүрегімдегі жараны сезгендей болды. Жылап отырсың ба деп сұрады. Дауысы жүрегіме ем сияқты тиді. Мейірімділік. Мен балалықтан бері аңсап жүрген, анадан да, әпкеден де көрмеген, тек армандаған сол қасиет оның үнінде бар еді. Мен үндемедім, бірақ ол қасыма отырды. Үнсіз қолымнан ұстап, алақанын қысып қойды. Сол бір жанасудан-ақ денем шымырлап, жаным егіліп, еңіреп жылап жібердім. Қорықпа, енді бәрі жақсы болады, деді ол. Сол сөзді анам ешқашан айтпаған еді. Әпкем де айтпаған, бірақ бейтаныс жігіттің аузынан шыққанда жүрегім дір етіп сенгім келді. Бірінші күні біз тек сүйістік. Ол маған өмірдің әлі алда екенін, бәрі өтіп кететінін айтты. Көзіме қараған сайын жүрегімде жылу пайда болды. Көптен бері үміт болған сезім, тірі екенімді, әлі де біреуге керектігімді сезіндім. Келесі күні ол мені өзінің шағын үйіне шақырды. Жалғыз тұрамын, қорықпа, тек тынығып алсаң болды, деді. Сол шағын үйдің ішінде мен алғаш рет өзімді қауіпсіз сезіндім. Ол мені құшақтап, ернімнен, мойнымнан, кіндік тұсымнан төмен қарай асықпай сүйді. Сол сәтте бүкіл денем дірілдеп кетті. Өмірімде бірінші рет ер адамның құшағы маған қорқыныш емес, жылулық сыйлады. Кейін бұтымды шешпестен бірдеңесін сал үйкелей бастады. Мен ләззаттан жаным балқып өліп барамын. Соған қарамастан мен қарсы тұрдым. Жоқ, бұлай болмайды, мен қызбын, дедім. Содан кейін ол үнсіз шалбарын киіп, мені ештеңеге мәжбүрлемей үнсіз шығып кетті. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Ләззатты аңсадым. Оның денесі менің денеме кіргенін қаладым. Сөйтіп жігітіме қоңырау шалып, оны шақырып алып, таң атқанша махаббат майданында бірге болдық. Кірген бетте есікті жаппастан ерніме сүлікше жабысып, мені төсекке лақтырып, қауғадай болған бірдеңесін салып кеп шаба жөнелді. Кейіннен біз жиі кездесе бастадық. Көліктің ішіне көрпе төсеп, мені екі омырауымды мұжып, теріс қаратып, екі қолымды тіреп тұрып итерді.
Осылайша талар рет көлікті селкілдеткен кездеріміз көп болды. Біз сақтанып жүрдік. Денем бұрын соңды сезбеген ләззатқа бөленді. Мен есімнен танып қалғандай, жаным ұшып кеткендей болды. Сол сәттен бастап мен оның жанында болуды аңсадым. Таңнан кешке дейін соны қалап, түнде жалғыз қалғанда оның дәмін елестететін болдым. Біз көп кездестік. Әр кездескен сайын ләззаттан аузымнан суым ағып, бұрын соңды сезбеген бір әлемді аштым. Мен үшін өмір қара түнек пен қорлықтан тұрған еді, ал ол болса жүрегіме жарық сыйлады. Бір күні ол бүгін қыдырайық деді. Сол түні де көлікті шайқалтып ләззатқа баттық. Мен өзімді оның жанында алғаш рет нәзік әйел сезіндім. Ол менің денемді ғана емес, жанымды да ашты. Таңға дейін біз бір-бірімізден айырылмай, қайта-қайта құшақтасып, қайта-қайта сүйістік. Әр сәтінде мен өзімді керек екенін сезіндім. Бұрын соңды ешкімнің құшағында таппаған жылулықты мен тек одан таптым. Біз жиі көлікте кездестік. Әр жолы бір-бірімізді аңсап, құмарлыққа беріліп кететінбіз. Қала сыртындағы тыныш жерлерге барып, жұлдызды аспан астында сүйістік. Әр кездескенде көліктің әйнектері буға толып, ах-ух деген дыбыстар естілетін. Мен сені аламын. Біздің үйде бірге тұрамыз. Бұл менің уәдем дейтін ол құшақтап жатып. Ал мен сенгім келетін. Сенбеске шарам жоқ еді. Бірақ бізді әр күн сайын әкесі көріп қойған еді. Бір бұрышта сүйісіп тұрғанда кенеттен ашулы дауыс естілді. Не істеп жүрсіңдер сендер? Жүрегіміз өте қалды. Жігітімнің әкесі еді. Ол мені қолымнан жұлып алып қатты ұрысты. Бұл қыз біздің үйдің табалдырығынан аттамайды. Сен оған үйленбейсің деді. Ол ашумен. Жігітім қанша қарсыласпақ болды, бірақ әкесінің сөзі заң еді. Ол мені қорғағысы келді, бірақ оның қолы дірілдеп тұрды. Мен оның шарасыздығын сездім. Сол түні біз алғаш рет үмітіміздің әлсірегенін сездік. Жасырын кездесулер жалғасты, бірақ әр жолы қорқынышта бірге жүрді. Біреу тағы да ұстап алады ма, тағы да айырылып қаламыз ба деген қорқыныш. Әкесінің ашуы бізді қатты күйретті. Сол күннен бастап біздің махаббатымызға көлеңке түсті. Жігітім қанша қарсыласса да әкесі өз дегеннен қайтпады. Бұл қыз біздің әулетке кірмейді. Ұлымды азғырып жүрген жаман қыздың көзі жойылсын деген. Күнде ұрысты. Менің жазығым не еді? Тек жүрегімнің біреуге беріліп, жылулық тапқым келгені ғана емес пе? Жігітім маған жасырын келуді жалғастырды. Мен сені ешқашан тастамаймын, әке-шешемді көндіремін дейтін. Бірақ уақыт өте келе сөздер үміттен гөрі жұбату сияқты естіле бастады. Тек 4-ші күні ғана келді. Жүзі солғын, көзінде мұң. Әкем мүлде қарсы. Тіпті сені көрсе ұрып жіберемін дейді. Қанамда үндемей тұр. Мен үнсіз тыңдадым. Ол мені құшақтап құштарлықпен сүйді. Сүйген сайын қош бол дегендей сезілді. Сол түні біз қайтадан құмарлықтың отына берілдік. Бір-бірімізге қатты берілдік. Өйткені екеумізде бұл соңғы кездесу екенін іштей сезіп тұрдық. Таң атқанда ол үнсіз кетіп қалды. Ал мен ұзақ уақыт төсекте жылап жаттым. Денемде оның ізі қалды, жүрегімде оның демі қалды, бірақ өзі жоқ. Күндер өтті, ол оралмады, ал мен күн сайын оны аңсадым. Мен қайтадан еркек құшағын аңсай бастадым. Өйткені жүрегімдегі бос орынды тек сондай жылулық қана толтыра алатындай еді. Менің өмірімде тағы бір тосынсыз жол пайда болды. Қаланың көшесінде күнделікті тіршіліктен шаршап жылап отырған кезімде алдымнан жылы дауысы бар, жұмсақ сөйлейтін бір егде жігіт шықты. Сен мұнда жалғыз отырсың ба деді. Оның дауысы жүрегімді елең еткізді. Бірнеше кездесуден кейін біз жақындай бастадық. Ол маған жылулық берді. Бірақ бұл жылулық шынайы махаббат емес екенін сезетімін. Өйткені ол отбасылы. Әйелі бар, бірақ мені еркелеткісі, қолынан ұстап қуат бергісі келетін. Алғашқы сыйлықтарын берді. Тәттілер, кішкентай әшекейлер, кейде тіпті гүл шоқтары, Рафаэлло. Бірақ ең бастысы оның құшағы еді. Сол сәтте мен алғаш рет өзімді нағыз әйел сезіндім. Жаным мен тәнім толыққанды жылулыққа бөленді. Оның ерні менің мойнымды сүйгенде, екі омырауымды сипап сүйіп өткенде мен балқыдым.
Астым соланып, жаным бір сәтке ғана болса да ұшып кеткендей болды. Біз жиі кездесетін болдық. Әр жолы оның жылы демі мені қоршап, жүрегімде бұрын соңды сезбеген сезім туғызатын. Көліктің ішінде, қала сыртының тыныш жерлерінде әр кездесуде біз бір-бірімізден айырылмай құмарлыққа беріліп кететінбіз. Бірақ әр кездесудің бір шегі бар еді. Ол әрдайым шекараны сақтап отыратын. Мен әйелімді ренжіткім келмейді, бірақ сені де тастамаймын. Одан алмаған ләззатты сенен алғым келеді деп шектеу қоятын. Бұл мен үшін бір сәттік жан жылуы ғана, бірақ сол жылулыққа мен барлық жанымды берген едім. Жанымдағы жылулық тәтті, бірақ уақытша екенін білу ең ауыр азап еді. Уақыт өтті, барлық ауыртпалықтар менің жүрегімде із қалдырды. Менің өмірімде көп еркектер болды. Нағашы көкем, баламнан айырған бай, алғаш сүйген жігіт, отбасылы еркек. Әрқайсысы өз жолымен мені қалыптастырды. Махаббат тек құмарлық емес, жауапкершілік пен сезім. Сол қиындықтар мені мықты етті. Енді мен өзімді қорғауды, өзім үшін күресуді үйрендім. Жетім болдым, бірақ мен өмірімде бірінші рет өзімді толықтай әйел сезіндім. Жігіттердің жылулығы мені ғана емес, жанымды да емдеді. Менің үндеуім: қазақ қыздары, өз жүрегіңді бағалаңдар. Біреу сізді тек пайдаланып, алдап кетуі мүмкін, бірақ шынайы махаббатты, нағыз жылылықты сезіну өмірдегі ең құнды нәрсе. Енді мен өз жолымды таңдай аламын. Жүрегімнің жылулығын іздеп, өз бақытымды өзім жасай аламын. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.